Баршаңызға қайырлы күн. Творожный пирог істеуді көрсететін боламын. Видеомда ақырына шейін көріңіз. Еленген ұнымызға бөлме температурасындағы сармайымызды теркадан өткізетін боламыз. Ұнымызбен сармайымызды брошка істеп алатын боламыз. Қолымызды ұйқылап. Разгретителімізді сеуетін боламыз. Ванилимізді де сеуетін боламыз. Жұмыртқамызды жарып алатын боламыз. Шекерімізді салатын боламыз. Қаймағымызды салатын боламыз. Қолымыздың көмегімізбен қамыр қып илетін боламыз. Басқа ұнның қажеті жоқ, осы ұнмен өзі иленетін болады. Пакетке 30 минут қып қоятын боламыз. 30 минуттан кейін пакеттен алып, қамыр қып илетін боламыз. Жартысын алып қаламыз, бетіне сәндеу үшін. Ал қалғаны есе көптеу бөлігін жайып алатын боламыз. Оқтауымызбен бір шеттен жинап, табамызға апаратын боламыз. Беттерін тегістеп, әдемілеп жайып алатын боламыз. Шет жағын сәл жоғарлау істеңіздер. Оға дейін творогымызбен қаймағымызды алып, шекерімізді, жұмыртқамызды жарып, блендеріміздің көмегімен миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан кейін творогымызды жағатын боламыз тестанымыздың үстіне. Бір келкі қып жағатын боламыз бетін. Тестамыздың жартысын алған бетіндегі сол қамырымызды алып, жайып алатын боламыз. Азырақ ұн салып жібердім. Болып болғаннан кейін, жұқалап жайып болғаннан кейін, осылай сәндеп қоямыз. 180 градуста қызып тұрған пешкеде пісіріп алатын боламыз 30 минут. Піскеннен кейін суыған кезде сахарный пудра себетін боламыз. Видеоны толық көру үшін видеоны басыңыз. Парақшам пайдалы, подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Рахмет.